сосын намаз оқымасақ, ол ля иляха иллалламызда пәрмен бола ма, болмай ма? Салмақ бола ма, болмай ма ода? Ол көтеріледі деді Алла Тағала. Бірақ ол не деген сөз? Түбінде ол тозақтан құтқарады ол адамды. Түбінде ол құтқармай қоймайды. Ол жеңіс олда. Бірақ тозаққа түспеу үшін, Алла Тағала тозақтан бізді алыстату үшін, сақтау үшін одан, өзі түгіл есінде сезбесек, шіркін деген мағына болса да, жаңағы салих амал сол сөзіңнің дәрежелеп көтереді дейді ары қарай. Салих амал. Сонымен салих амалға ең бірінші орында не жатады дейтін болсақ, Алла Тағала өзі айтады бізге хадис-ул құдсиде, жаңа пайғамбарымыз айтқандай, ма ятақаррабу иляйя ғабди бишейин ахаббу иляйя мимма афтараттуху алейхи. Құлым дейді маған жақындау үшін, мен үшін ең сүйікті амалдар, осы сөзіне азырақ, мен үшін ең сүйікті амалдар дейді Алла Тағала. Менің оған парыз еткенімнен басталады. Мен оған парыз еткен амалдардан өзге маған сүйіктірек амал таппайды дейді. Бірінші орында не тұр екен сонда? Парыздар тұр. Мен бұйырдым ба парыздарды? Бірінші орында тек парыздар арқылы ғана жақындай алады дейді құлым маған. Өйткені мен үшін ең сүйіктісі сол дейді. Содан кейін барып нәпілдер. Көрдіңіз ба? Содан кейін барып нәпілдер. Сонда жаңағы парыз еткен нәрселер, мысалы намаз. Жеңілудің несіне қараңыз өзіңіз. Ең бірінші біз ла иляха иллалла Мұхаммад Расулулла деп жеңілдік. Кейін Алла Тағала 5 уақыт намазды оқы деді. 5 уақыт намазды оқып жеңілдік. Рамазан айы келеді, 1 ай ораза ұстайсың деді. Ұстаймын Раббым деп жеңілдік. Жағдайың, ақшаң, денсаулығың жаңа болатын болса, қажылыққа барасың деді. Қажылыққа бару арқылы жеңілдік. Малың болса, зекет бересің деді. Зекет беру арқылы жеңілдік. Осында қарап тұрсаңыз, осы Алла Тағалаға бойұсыну деген нәрсе. Көрдіңіз бе? Авторитетіңіз қай жерде десеңіз, авторитет Алла Тағалаға бойұсынуда. Міне, осыған жасап қойды Алла Тағала. Бұл өзгермейді, бұл қағида бітті. Бұны өзгерте алмайсың, бұны басқаша жасай алмайсың, ешкім жасай алмайды бұны. Көрдіңіз ғой. Жаңағы стандартта сол. Парыз бірінші орында дейді. Парыз ең сүйіктісі. Парыздан бастамай басқа нәрсеге кіріспе дейді. Көрдіңіз қандай нәрсе? Ол белгілейді стандартты, сіз белгілемейсіз. Ол белгілейді, сіз орындайсыз тек. Бірінші орында парыз деді ме, бірінші орында парыз. 5 уақыт намаз, жаңағы намаз байланысыңыз Алла Тағаламен. Сонда намазыңызды оқып бастаған кезде жаңағы ля иляха иллаллахыңыздың қандай кетті ол Раббының хұзырына қарай. Көрдіңіз ғой қандай нәрсе. Одан кейін намаздан кейін отырып субханаллахи деп 33 рет айтасыз. Альхамдулиллахи деп 33 рет айтасыз. Мысалы, Аллаху акбарды деп айтасыз. Осындай сөздердің өзін пайғамбарымыз салсам айтады ғой, инна мимма таскурун Аллаху мин жалалиллахи. Алла Тағаланы ұлықтайтын айтып жүрген өздеріңнің зікір сөздерің дейді. Жаңағы субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар, ла иляха илlallah деген сөздеріңіздің барлығы янғатифна хаулал арши дейді. Алланың аршысының құзырына өтіп кетеді дейді. Қараңыз қандай. Сөйтіп ол өтіп кеткен кезде ол тасбих, сіздің аузыңыздан шыққан тасбих аршының құзырында сіздің есіңізді алады дейді. Тузаккиру би сахибиха. Осындай құлыңнан келдім деп өзіңіз ойлаңыз. Олай болса амандық бар ма, жоқ па сізге? Міне бедел. Сол жаққа қарай өту, аршыға, Раббының құзырына қарай өту амалың. Егер ол өтпесе, бедел жоқ бізде. Сондай ақ, екінші мағынасы, мына жақта жаңағы жақсы сөзді амал көтереді десе, енді сөзді, жаңағыдай амалды сөз көтереді деген нәрсе бар. Мысалы айтайық. Сол секілді нәрселер кез келген салиқалы жақсы өмірдегі мысалы қайырымдылық амалдар жасалса да, алайда ол жаңағы ла иляха илlallah деген иманға негізделмесе, ол амалда
қауқарсыз, дәрменсіз амал болады екен. Мысалы Құранда айтқандай, кімде-кім салих амалдардан істеген болса, еркек болсын, әйел болсын, сосын шартты бекітеді. Уахуа муъмин, Алланың жалғыздығын мойындаған болуы шарт дейді. Фаулаика ядхулунал жанна, онда бұлар жәннатқа кіреді дейді. Көрдіңіз ғой. Осы таза сөз, құрметті жамағат. Салих амал деген сөз бізде солих деген сөзден шығып отыр ғой. Негізінде тілдік мағынасына қарайтын болсақ, бұл солих деген сөз, бұл жарамды деген сөз. Яғни Алла тағала қабыл алатындай жарамды амал. Жәннатқа кіргізуге жарамды амал. Тозақтан құтқаруға жарамды амал деген сөз. Жарамды, дұрыс, таза деген нәрсе. Ол жарамды болу деген нәрсе, ол Алланың бұйырған нәрселері. Алла тағаланың бұйырған нәрселері бұлар. Жаңағы намазыңыз, парыз, мысалы айтайық, оразаңыз, күллі парыз амалдарыңыз. Сосын соларды атқаратын кезде өз бетіңше істеп қойма дейді. Сосын ла иляха иллаллахның қасына Мұхаммад Расулуллах қосылады. Бұл деген сөз Мұхаммедтен көріп ал дейді, қалай істеу керек екеніңді. Өз бетіңше бір ықыласыңды көбейтіп, мен басқаша істеймін деген сөзді айтып жүрме. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір сахабалар келіп, "Я Аллахтың елшісі, сіздің өткен де бұрын күллі күнәңізді кешіріп тастаған Алла тағала. Енді біз деген күнә деген жетеді. Сондықтан біз енді ораза ұстасам, мен өмір бақи ораза ұстаймын." Біреу айтады, "Мен үйленбеймін мүлде" деген амалдарда айта бастаған бір адамдарды естіп қалады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сол кезде ашуланады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. "Сендердің іштеріңдегі Алладан ең қорқатындарың менмін" дейді. "Әмма оны ең жақсы танитындарың да менмін" дейді. "Менен аспаңдар" дейді. Кімде-кім мен көрсеткен жолдан басқасын іздесе, ол менен емес дейді. Көрдіңіз ғой. Сондықтан жаңағы шайтан кейде бір амалы жақсы көру арқылы соны шектен шығарып жіберуі мүмкін жаңағы жерде. Басқаша кетіп қалуы мүмкін. Басқаша кетуге болмайды. Күллісі тәртіпте тұр. Күллісі тәртіпте тұр. Елші сол үшін жіберілген. Міне, күллі сізге керек нәрсені көрсетіп кеткен. Тек сіз сол нәрсені білім арқылы теріп, өзіңіз шамаңыз келгенін істей бересіз. Кен пайғамбарымыз айтады, жаңағы мен бұйырған нәрселерден, мен сендерге бір нәрсені бұйырсам, сол нәрсеге шамаларың келгенше істеңдер дейді. Яғни күллісін істеуге шамаларың жетпейді, бірақ шамаларың келгенін істеңдер дейді. Міне осы.